Қайырлы күн. Бүгін біз математика пәнінен 139 сабақты қарастырамыз. Санды және әріпті өрнекті түрлендіреміз, айнымалысы бар өрнектер құрамыз және оларды есеп шығару үшін қолданамыз. Бірінші есепке назар аударайық. Планетаралық кеңістіктен жерге құлаған тастар мен темір кесектері қалай аталатынын білесің бе? Есепте және жауабыңды тексер дейді. Яғни 10.250-ге бөлсек 40 болады екен. 175.500-ді 500-ге бөлсек 351 болады. 250-ді 8-ге көбейтсек 2000 болады. 42.142-ні 2-ге бөлсек 21.071 болады. 848.400-ді 2-ге бөлсек 424.200 болады. 560.000-ді 800-ге бөлсек 700 болады. 42.006-ны 6-ға бөлсек 7001 болады. 1212-ні 4-ге көбейтсек 4848 болады. Енді осы есептеп жауаптарын кестеге орналастырып, әріптерді қойып сөзді оқысақ, планетаралық кеңістіктен жерге құлаған тастар мен темір кесектері метеорит деп аталады екен. Келесі екінші есепке назар аударайық. Есепте дейді. 5210 азайту К қосу 18122 бөлу 26. Мұндағы К-ның мәні 854 және 3129. Енді осы К-ның мәндерін К-ның орнына қойып есептеп көрейік. 5210 азайту 854 қосу 18122 бөлу 26 кейін 5210-нан 854 азайсақ 4356 болады. Оған қосамыз 18122-ні 26-ға бөлсек 697 болады. Сонда 4356-ға 697-ні қоссақ 5053 болады. Келесі К-ның орнына 3129-ді қоямыз. 5210 азайту 3129 қосу 18122 бөлу 26 тең. 5210-нан 3129-ды алсақ 2081 болады. Оған қосамыз 18122-ді 26-ға бөлсек 697 болады. Енді 2081-ге 697-ні қоссақ 2778 болады. Келесі әсіне назар аударайық. А бөлу жақшашылған 25 көбейту 4 жақша жабылған көбейту 3 өрнегі. Мұндағы А тең 48.000 және 54.000. А-ның орнына 48.000 мен 54.000-ды қойып өрнектің табамыз. 48.000 бөлу жақшашылған 25 көбейту 4 жақша жабылған көбейту 3 тең 48.000 бөлу 25-ті 4-ге көбейтсек 100 болады. Көбейту 3. 48.000-ды 100-ге бөлсек 480 болады. 483-ге көбейтсек 1440 болады. Келесі А-ның орнына 54.000-ды қоямыз. 54.000 бөлу жақшашылған 25 көбейту 4 жақша жабылған көбейту 3 тең 54.000 бөлу 25-ті 4-ге көбейтсек 100 болады. Көбейту 3. 54.000-ды 100-ге бөлсек 540 болады. 540-ті 3-ге көбейтсек 1620 болады. Келесі үшінші есепке назар аударайық. Өрнектерді жаз, әріптердің берілген мәнінде өрнектерді есепте дейді. А нұсқасына назар аударайық. Жұмысшы С қорап әзірледі. Бұл жасалу керек қораптың 9-дан 1 бөлігін құрайды. Қанша қорап жасау керек? Мұндағы С-ның орнына 290-ды қояды екенбіз. Алдымен есептен қысқаша шартын жазып алайық. Яғни жұмысшы әзірледі С қорап. Бұл жасау керек қораптың 9-дан 1 бөлігі екен. Яғни жұмысшы барлық қанша қорап әзірлеу керек екен. Бұл жерде С-ның мәні 2900. Яғни бөлік бойынша бүтінді табу үшін С-ны алымына 1-ге бөліп 9-ға көбейтеміз.
сының орнына 290-ды қоямыз. 290 бөліп 1 көбейту 9. 290-ды 1-ге бөлсек 290 болады. Оны 9-ға көбейтсек 2610 болады. Яғни 2610 қорап әзірлеу керек екен. Келесі осы үшінші есептің әр нұсқасына назар аударайық. Аудармашы мәтіннің В бетін аударды. Бұл аудару керек беттің 9-дан 3 бөлігін құрайды. Барлығы қанша бет мәтін аудару керек дейді. Мұндағы В-ның мәні 27-ге тең екен. Алдымен есептің қысқаша шартын құрып аламыз. Аудармашы мәтіннің В бетін аударған екен. Бұл аудару керек беттің 9-дан 3 бөлігін құрайды екен. Барлық қанша бет мәтін аудару керек, соны табамыз. Бұл жерде В-ның мәні 27-ге тең. Яғни бөлігі белгілі бүтінді табу үшін аударған бетті алымына бөліп, бөліміне көбейтеміз. Яғни В-ның орнына 27-ні қоямыз. 27-ні 3-ке бөліп 9-ға көбейтеміз. 27-ні 3-ке бөлсек 9 болады. 9-9-ға бөлсек 81 болады. Яғни аудармашы барлығы 81 бет аудару керек екен. Келесі төртінші есепке назар аударайық. Есепті амалдар бойынша шығар. Неше амалмен шықты дейді. Автобекетте 1000 мәшине бар. Олардың 385-і жеңіл, ал қалғаны жүк мәшинелері. Жүк мәшинелердің 5-тен 2 бөлігі техникалық байқауға жөнелтілді. Автобекетте неше жүк мәшине қалды дейді. Алдымен есептің қысқаша шартын жазып аламыз. Автобекетте барлығы 1000 мәшине бар екен. Оның 385-і жеңіл мәшине екен, ал қалғаны жүк мәшинесі екен. Бұл жерде жүк мәшинесі белгісіз. Алдымен жүк мәшинесін тауып аламыз. Одан кейін барып, жүк мәшинелердің 5-тен 2 бөлігін техникалық байқауға жөнелтіліпті. Ал автобекетте неше жүк мәшине қалды дейді. Яғни автобекетте неше жүк мәшине қалғанын табамыз. Ол үшін 1000-нан 385-ті азайтып, жүк мәшинесін тауып аламыз. Яғни жүк мәшинесі 615 екен. Енді 615-ті 5-ге бөліп 2-ге көбейтіп, техникалық байқауға жөнелтілген жүк мәшинелерін тауып аламыз. 615-ті 5-ге бөлсек 123, 12-ге көбейтсек 246. Яғни 246 жүк мәшинесі техникалық байқауға жөнелтілген екен. Енді 615 жүк мәшинесінен техникалық жөндеуге жөнелтілген 246 мәшинені азайтамыз, сонда 369 қалады. Яғни автобекетте 369 жүк мәшинесі қалған екен. Келесі 5-ші есепке назар аударайық. Амалдардың орындалу ретін анықта және өрнектердің мәнін тап дейді. Бірінші өрнекке назар аударамыз. Алдымен жақшаның іші орындалады. 726-тан 139-ды азайтсақ 587 болады. Екінші көбейту амалы орындалады. 587-ні 47-ге көбейтсек 27589 болады. Үшінші қосу амалы орындалады. 27589-ға 10011-ді қоссақ 37600 болады. Келесі екінші өрнекте жақшаның ішіндегі азайту амалы орындалады. 411-ден 325-ді азайтсақ 86 болады. Екінші көбейту орындалады. 86-ға 602-ні көбейтсек 51772 болады. Үшінші азайту амалы орындалады. 51772-ден 16926-ны азайтамыз, сонда 34846 болады. Келесі үшінші өрнекте жақшаның ішіндегі азайту амалы орындалады. 982-ден 709-ды азайтсақ 273 болады. Екінші көбейту амалы орындалады. 273-ті көбейтеміз 852-ге, сонда 232596 болады. Үшінші азайту амалы орындалады. 232596-дан 9608-ді азайтсақ 222988 болады.
Келесі төртінші өрнекте бірінші жақшаның ішінде қосу амалы орындалады. 738-ге 906-ны қоссақ, 1644 болады. Екінші көбейту амалы орындалады. 1644-ті 375-ке көбейтеміз, сонда 616.500 болады. Келесі үшінші азайту амалы орындалады. 616.500-ден 287.453-ті азайтсақ, 329.047 болады. Келесі алтыншы есепке назар аударайық. Өрнек бойынша есеп құрастыр дейді. Енді осы алтыншы есептің А нұсқасы бойынша есеп құрастырайық. Мерей 120 теңгеге қойын дәптер және 65 теңгелік 2 қалам сатып алды. Мерей барлығы неше теңге төледі? Алдымен есептің қысқаша шартын жазып аламыз. Қойын дәптер 120 теңге тұрады екен. Ал бір дәптер 65 теңге, 2 дәптер неше теңге тұратынын тауып аламыз. Барлығы неше теңге төлегенін табамыз. Ол үшін 120 қосу 65 көбейту 2 тең. Алдымен көбейту орындалады. 65-ті 2-ге көбейтсек 130 болады. 120-ға 130-ды қоссақ 250 болады. Яғни Мерей барлығы 250 теңге төлеген екен. Енді Ә нұсқасы бойынша есеп құрастырайық. Әлидің 168 теңгесі бар. Ол 43 теңгеден 2 бәлір сатып алды. Әлиде неше теңге қалды? Алдымен есептің қысқаша шартын жазып аламыз. Әлиде 168 теңгесі бар. Ол 43 теңгеден 2 бәлір сатып алды. Әлиде неше теңгесі қалғанын табамыз. Ол үшін өрнек құрып аламыз. 168 азайту 43 көбейту 2. Алдымен көбейту орындалады. 43-ті 2-ге көбейтсек 86 болады. 168-ден 86-ны алсақ 82 болады. Яғни Әлиде 82 теңгесі қалған екен. Келесі Б нұсқасы бойынша есеп құрастырайық. Асан 15 теңгеден 4 дәптер сатып алды. Және 12 теңгеден 4 өшіргіш сатып алды. Асан барлығы неше теңге төледі? Алдымен есептің қысқаша шартын жазып аламыз. 15 теңгеден 4 дәптер, 12 теңгеден 4 өшіргіш сатып алған екен. Барлығы неше теңге төлеген табамыз. Ол үшін 15-ті 4-ге көбейтеміз, 12-ні 4-ге көбейтеміз, шыққан сандарды қосамыз. 15-ге 4-ті көбейтсек 60 болады, 12-ге 4-ті көбейтсек 48 болады, 60-қа 48-ті қоссақ 108 болады. Яғни Асан барлығы 108 теңге төлеген екен. Келесі 7-ші есепке назар аударайық. Тапсырманы орында дейді. Ғарыш станциясындағы ғарышкерлер 4 ай бойы өсімдіктердің орбитада қалай тіршілік ететінін зерттеді. Олар бидайдың өскенін бақылап, ай сайын биіктігін жазып отырды. Бір айдан кейін оның биіктігі 16 см, 2 айдан кейін 24 см, 3 айдан кейін 28 см болды. Егер өсу заңдылығы сақталатын болса, бидай 4 айдан кейін қанша сантиметрге өседі дейді. Бидай 1 айдан кейін 16 см болыпты биіктігі, ал 2 айдан кейін 24 см, 3 айдан кейін 28 см болған. Осы заңдылық сақталатын болса, 4 айдан кейін қанша сантиметрге өседі дейді. Яғни 1 айдан кейін 8 см өскен, 2 айдан кейін 4 см өскен, ал 3 айдан кейін 2 см өседі екен. Яғни 4 айдан кейін бидайдың биіктігі 30 см болады екен. Келесі 8-ші есепке назар аударайық. Өрнектің мәні тура болатындай сұрақ белгісінің орнына цифрлар қой дейді. Бірінші өрнекте бірінші сұрақ белгісінің орнына 7-ні қоямыз, екінші сұрақ белгісінің орнына 3-ті қоямыз. Енді қосамыз. 796 қосу 1003, қосу 507, мәні 2306 болады. Екінші өрнекте бірінші сұрақ белгісінің орнына 6-ны қоямыз, екінші сұрақ белгісінің орнына 2-ні қоямыз. Енді қосамыз. 568 қосу 1209,
қосу 403 мәні 2180 болады. Үшінші өрнекте бірінші сұрақ белгінің орнына 8-ті қоямыз. Екінші сұрақ белгінің орнына 7-ні қоямыз. Енді қосамыз. 389 қосу 1002 қосу 760 мәні 2151 болады. Келесі 9-шы есепке назар аударайық. Әрбір сандар тізбегіндегі заңдылықты анықтап, қалдырылған сандарды қой дейді. Алдымен А нұсқасына назар аударайық. А нұсқасында қос заңдылық берілген. Бірінші заңдылық 1-ден 11-ге дейін 10-ға артқан, 11-ден 21-ге дейін 10-ға артқан, 21-ден 31-ге дейін 10-ға артқан. Бұл жерде қалдырылған сан 21 сан екен. Екінші заңдылығы 8-ден 18-ге дейін 10-ға артқан, 18-ден 28-ге дейін 10-ға артқан екен. Енді Ә нұсқасына қарайық. Ә нұсқасында да қос заңдылық берілген. 2-ден 3-ге дейін 1-ге артқан, 3-ден 4-ге дейін 1-ге артқан, 4-ден 5-ге дейін 1-ге артқан. Келесі екінші заңдылығы 1-ден 2-ге дейін 1-ге артқан, 2-ден 3-ге дейін 1-ге артқан, 3-ден 4-ге дейін 1-ге артқан екен. Енді Б нұсқасына қарайық. 20-дан 21-ге дейін 1-ге артқан, 21-ден 22-ге дейін 1-ге артқан, 22-ден 23-ге дейін 1-ге артқан. Бұл жерде де қос заңдылық берілген. Бұл жерде қалдырылған сан 16 сан екен. 16-дан 15-ге дейін 1-ге кеміген, 15-ден 14-ге дейін 1-ге кеміген, 14-ден 13-ге дейін 1-ге кеміген екен. Келесі 10-шы есепке назар аударайық. Өрнектер жаз. А-ның мәні 6, С-ның мәні 2 деп алып, өрнектің мәнін тап дейді. Ғарыш туралы не білесің байқауын өткізу үшін 96 оқушыны топтарға бөлді. Әр топта А ұл мен С қыз бар. Байқауға барлық қанша ұл қатысты? Байқауға барлығы қанша қыз қатысты дейді. Алдымен есептің қысқаша шартын жазып аламыз. Байқауға барлығы 96 оқушы қатысқан екен. Ол оқушыны топтарға бөлген екен. Әр топта А ұл, яғни А-ның орнына 6-ны қоямыз. Ал қыз, С қыз қатысты дейді. С-ның орнына 2-ні қойып, барлығы неше ұл, барлығы неше қыз қатысқанын табамыз. Ол үшін алдымен өрнек құрып аламыз. 96 бөлу жақшашылған А қосу С. Енді әріптің орнына мәндерін қояйық. 96 бөлу жақшашылған 6 қосу 2 тең бірінші жақшаның іші орындалады 8 болады. 96-ны 8-ге бөлсек 12 болады. Яғни барлығы 12 топ қатысқан екен. Енді 12-ні 6-ға көбейтіп, ұлдың санын анықтап аламыз. Яғни 12-ні 6-ға көбейтсек 72 болады. 72 ұл болды. Енді 12-ні 2-ге көбейтіп, қыздың санын анықтап аламыз. 12-ні 2-ге көбейтсек 24 болды. Яғни 24 қыз. Байқауға 72 ұл, 24 қыз қатысқан екен. Достар, бүгінгі сабағымыз ұнаса, осы каналға тіркеліп, лайк басып, пікір ұмытпаңыздар. Сонда келесі сабақтың есептері, жауаптарымен сіздерге көрініп тұратын болады.